Саламатсыздарбы, құрметті 3 сыныптың оқушылары. Мен бүгін сіздерге 3 сыныптың математика сабағынан бірінші 90 бойынша 1000 көлеміндегі сандар қосу және азайту бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нұсқалық, яғни үлгілік бір нұсқаларын қарастырып берем. Есептерін көрсетіп, түсіндіріп берем. Соған ұқсас есептердің түрі келеді сендерге. Бұл әрине міндетті түрде бұл есептер келмеуі мүмкін. Осыған ұқсас, осының түрінде, яғни осыған ұқсас түрде келетін есептер беріледі. Соған сәйкес есептерді түсіндіріп көрсетіп берем. Бірінші тапсырма: берілген санды жаздайды. 400, 4 дана жүздік, 400, 8 ондық, 80 деген сөз, 7 бірлік, 7 деген сөз, 487. Санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазыңдар дейді. Демек 400 қосылған 80 қосылған 7 деп жазуға болады. Бұл 487-ні береді. Келесі, санда барлығы неше ондық бар? Санда барлығы неше ондық бар? 8 ондық бар. Міне, ондықтар мына жерде 8. Енді ондықтар 8. Жүздіктің ішінде де қанша ондықпен есептейтін болсақ, жүздік ішінде 40 дана ондық бар. Демек, бұл жалпы 48 ондық бар деп қарастыруға болады. Санның ішінде жалпы 48. Ал енді ондық разрядта 8 тұр. Жалпы 48 ондық бар. Келесі, екінші тізбектің келесі 2 санды жаз дейді. Келесі 2 санды жазу үшін біз бұл жерде қандай шарт бар, яғни қандай жолмен есептелінген, соны біліп алуымыз керек. Бірінші сан 956, одан кейін 935, қаншаға кеміп отыр? 21-ге кеміп отыр. Мынау тағы 21-ге кеміп отыр. Демек 21 азайып отыр, 21-ге азайып отыр, тағы 21-ге азайтамыз. 914-ті азайтамыз 21-ге. Мына жерден 3, 11, 9 болады, 8, 893 болады. Бұдан тағы 21-ді азайтамыз. Сонда мынау 2 болады, мынау 7 болады, мынау 8 болады. Сонда 872 болады. Демек, келесі 2 санды жазыңдар деді. Біреу 893, біреу 872 деген сан болды. Келесі тапсырмада, яғни 10.000 жазылған, одан кейін 30.000 болды. Одан кейін, яғни қаншаға артып отыр? 20.000-ға 3-ке артып отыр. Мұнан 3-ке арттырамыз. 10.000, оған 2 тәсілі бар. Яғни бұл жерде бірінші тәсілінде бұл 20.000-ға артып отыр. 20.000-ға артатын болса, мынау 50.000 болады. Одан кейінгісі тағы 20.000-ға артса 70.000 болады. Бұл бірінші тәсіл. Яғни бірінші жолмен осындай шығады. Тағы біреу бар, яғни бұл 3-ке көбейіп отыр деген сөз. 3-ке көбейсе 30.000 шығады. Тағы 3-ке көбейсек 90.000 шығады. Тағы 3-ке көбейтеміз 90.000-ды 270.000 деген. Яғни осындай 2 нұсқасын қарастыруға болады. Екеуі де, яғни осы заңдылыққа сәйкес келіп тұр. Келесі есеп тапсырма А дегеніміз, яғни 574-ке, Б дегеніміз 412-ге деген. Демек, А мен Б-ның қосындысын және А мен Б-ның азайтындысын табуымыз керек. Демек, бірінші мұнан табамыз. Бұл деген сөз 574 азайған 400 қосылған 412 деп аламыз. Бұны баған түрінде қосамыз. Баған түрінде қоссақ 574 қосылған 412 деп аламыз. Мынау 6 болады, мынау 8 болады, мынау 9 болады. 986 деген жауап шығады. Келесі азайтуды орындаймыз. 574 азайған 412 деген. 574 азайған 412 деп аламыз. 4-тен 2-ні азайтамыз 2, 7-ден 1-ді азайтамыз 6, 5-тен 4-ді азайтсақ 1. Демек, мұның жауабы 162 деген жауап алынады. 4-ші тапсырмада y тең 560 болса, онда 900 минус y болса, осы теңсіздік ақиқат бола ма? Тексеріп көріңдерші дейді. 900 азайған 560 кейін 300 деп аламыз. Енді азайтып көреміз. 900-ден азайтамыз 560-ты. Мынау 0 болады, мынау 4 болады. Мына жерден 1 алғамыз. 8-ден 5-ті азайтсақ 3 болады. 340. Демек, мына жақта 340 бар. Мына жақта 300 бар. Демек, дұрыс екен. Тексеріп көрдік, дұрыс. Яғни 340 үлкен болады 300-ден. 340-ымыз 300-ден үлкен деген сөз. Түсінікті ойы. Яғни айтылған бойынша тексеріп шықтық.